Балам, анаңды құрметте, анаңды құрметте. Анаңнан артық асылжан жоқ қой. Баяғыда бір азамат бақытсыз дейім деп шешесімен бірге тұрады екен, басқа туысқан жоқ екен. Әкесі қайтыс болған екен. Сонымен бұл жалғыз үйде шешемен бірге тұрам ба деп. Шешемен бақытсыз дейім, бақытты болғым келеді деп сөйтеді екен. Содан шешесі айтыпты: ой қарғам сол, тілегіңнен айналайын. Сен бақытты болсаң болды, мен де бақытты болам. Бара ғой, бақытыңды іздеп келе ғой депті. Сонымен жол алып кеткен екен. Содан бұл бәлен жерде бір әулие бар деп естіп, соған барса, әулие айтты дейді: сенің мына сұрағыңа жауапты бәлен жыл жүргенде жететін бір жерде бір ғұлама бар екен, сол жауап береді, бақыттың қайда екенін сол айтады депті. Сонымен бұл азып, тозып, шаршап, табаны тесіліп, әбден күш қайратынан айырылып тозғанда, әгі ғұлама әулиені тауып сөйлескен екен. Сонда әулие айтыпты дейді: баламай, көп шаршаған екенсің. Бақыт іздеймін десең, енді ауылыңа қайта қайт. Қайтар жолыңнан бір жалаң аяқ адам шығады. Сол сенің бақытың деген екен. Сол сенің бақытыңды айтып береді, бақыт соның қасында деп. Сонымен қайтадан қайтып неше жыл жол жүріп, үйіне жеткенше ешқандай жалаң аяқ адам көрмепті. Сонымен шаршап шалдығып, қош енді үйіме келіп демалайын деп, түннің ортасы екен. Келіп үйінің есігін қақса, анасы үйінің ішінен: бол кім деп дауыстаған екен. Мен ғой шеше, мен ғой, мен келдім ғой деген. Ой айналайын құлыным-ай, келдің ба аман есен деп жүгіріп кеп есікті ашыпты.